Сәлем достар. Мен сіздерге аскөк егуге көрсетемін. Ол үшін қағазға дәнегімізді қоямыз. Содан кейін дәнегімізді уғадаймыз. Сосын салафанға орап үйіп қоямыз. 2-3 күнден кейін дәнегімізді алып егеміз. Мен сендерге ыдысқа егіп көрсетемін. Топырақтың үстінде дәнегімізді себеміз. Оның үстінде бір қабат топырақ қоямыз. Су қоямыз. Сегіз 10 күнден кейін бізде осындай аскөк өсіп шықты. Сізге егіп көріңіз. Жақсы пайдалы.